Өмірі өнеге жан етті. Ысқақов Амантай Сайханұлын еске алу. Қара алтынмен елдің несібесін еселеген, Қарағандының тең жартысы кенші десек артық емес. Кеншілер мекені атануда содан. Тарихы тереңнен басталатын осы өлкөде ата бабаларымыз өмір сүрді. Өркен жайды. Арғы тегімізге шегініш жасасақ, руымыз арғын, арғының ішінде қуандық, қуандықтан мұрат тарайды. Мұрат бабамыздан Элмамбет Бегайдар би өрбіген. Атақты Бегайдар биден Теңізбай, одан тараған Ысқақ қажының балалары Сайхан мен Машкен аталарымыз бар. Шынында Теңізбай ата бабамыздан шыққан ірім бұтақтың қай-қайсысы да осал болмады. Оның ішінде атап айтсақ, танымал жазушы Ғабиден Мұстафин да бар. Атамыз Ысқақ Мәшкен де сол мықтылардың қатарында деп мақтанышпен айтқан болар едік. Ол өмір бойы шахтада қызмет етті. Оның атақты шахтер Түсіп Күзембаев сынды майталманмен қоян қолтық бірге әріптес болуы атамыз үшін үлкен мәртебе етті. Нәтижесінде атамыз Мәшкен бар саналы ғұмырын ел байлығын еселеуге арнады. Еселі еңбек еш кетпеді. Көптеген ордендермен, соның ішінде Ленин орденмен 2 мәрте марапатталуы кенші үшін зор абырой етті. Мәшкен атамыздың ағасы Сайхан мен немере інісі Сағадидің араларындағы бауырмалдық, сыйластық, жанашырлық нағыз өнегеге лайық қарым-қатынастың үлгісі еді. Сайхан атамыз отбасымен Ульяновский ауданы Қарақұдық ауылында, ал Мәшкен атамыз Қарағанды қаласында болды. 1941-1945 жылдары Сайхан атамыз соғысқа қатысып, ауылға оралған соң төраға қызметін атқарды. Ал інісі Мәшкенді соғысқа жібермей, артымызда ұрпақ қалсын деген оймен бронь алып, елде қазба байлықты игеруге қалдырды. Мәшкен атамыз бен Бибекен анамыздың 4 перзенті болды. Амантай әкеміз екінші ұлы болатын. Бірақ қазақтың салты бойынша әкемізді Сайхан мен Мәдиша анамыздың тәрбиесіне берді. Сөйтіп әкеміз 1947 жылы Қарақұдық ауылындағы Амангелді орта мектебінің алғаш табалдырығын аттады. Амантайдан кейін Сайхан ағамыздың 7 ұрпағы қалды. Тұңғышы Ғазиз, кішісі Халел, одан кейін қарындастары бар. Әкеміз бауырларына жанашыр болды, айрықша көңіл бөлетін. Амантай Сайханұлы 1954 жылы мектепті аяқтаған соң арман қуып Қарағанды қаласына келді. 1956 жылы қаладағы Тау-Кен техникумына сырттай оқуға түседі. Білімін шыңдап, қолына дипломы тигенде кеңес әскер қатарына шақырылды. Иркутск өңірінде отандық борышын өтеп жүрген жас сарбаз штабтық хатшы қызметін атқарып, 1963 жылы елге оралады. Елге келісімен өз мамандығы бойынша Октябрьский революция деп аталатын шахтада алғашқы еңбек жолын бастады. Аталған учаскеде табан аудармастан 50 жыл қызмет етіп, зейнетке шықты. Кеншілердің бойындағы басты қасиет төзімділік, шыдамдылық. Қараңғы ауасы тар жерде, жақпар-жақпар тастардың ортасында, тар өткөлдерде шекесі шылқып, қара терге малшына еңбек етуге шыны керек кез келгеннің жүрегі дауаламас. Ал әкеміздің осындай ауырда мехнатқа толы қызметтің ыстық суығына төзіп, жарты ғасыр уақыт жүруі өз мамандығына деген айрықша сүйіспеншілік еді. Өңір экономикасының өркендеуіне сүбелі үлес қосқан әкеміз өз кезегінде көптеген медальдар мен мақтау қағаздарына ие болды. Газет, кітап басылымдарына шығып, мықты маман, өз ісінің білікті майталманы ретінде танылды. Әкеміздің қызметінде осындай орасан абыройға ие болу отбасындағы тыныштық пен берекеге де байланысты десек артық айтқанымыз болмас. Асыл анамыз Күлшат Саурбайқызы әкеміздің бар жағдайын жасады. Үйдің шаруасында дөңгелетіп отырды. Өмірге келген 3 перзентті тәрбиелеп, жақсы тәлімін берді. Әкеміз үшін қос ұлы Айдар мен Бегайдар бір төбе болса, бір түйір қызғалдағы
Гауһарын ерекше жақсы көрді. Балаларының өсіп өнгенін, ел қатарына қосылғанын көру әр атана үшін үлкен бақыт. Міне, сол бақыт баянымен жалғасып, ұлдары үйленді, қызы тұрмыс құрды. Құдай қосқан құдаларымен тоның ішкі бауындай сыйласып, келіндермен күйеу боласын өз балаларындай жанына жақын тартты. Немерелерін өзі бақты. Бүгінде ізін жалғап келе жатқан 12 немере жиен, 8 шөбересі бар. Мен қарындасы Галина. Сен менің шуағымсың, қуат берген, өмірге құдіретсің бірақ келер, өзіңсің жүрегіме шуақ төгер. Алдымда Сағынай, Амантай атты екі ағам бар еді. Мезгілсіз алып кетті арамыздан. Жас едің 22-де елге үлгі жалындаған Сағынай ағам, иманы нұрға толсын. Бісмілладан бастайын, шариғаттан аспайын. Асыл аяулы асқар тауым Амантай ағам. Аңқылдаған ақ көңіл анасын өте жақсы көретін. Әр жиындарда анашым деп, Бибікен есімімен сағыныш өлеңін айтатын. Анашым көңілімнің түкпірінде ақ жүзің көрінеді дейтін. Өзің едің тірегім, арқа сүйер, өзің едің қайыспас қарағайым. 84 жасында кете бардың, Алланың орындайық талаптарын. Рухтарың жасай берсін мәңгі бақи, иманың серік болсын ағатайым. Ғасырдан ғасырға жалғастырып, ұрпақтарың оқиды дұғаларын. Ағамыз өте жақсы адам болды. Бәріміздің қарсы алып, бәрімізді біріктіріп басымызды, ақылын айтып, балаларына да, мінекей біз қарындастарын бәрімізді жинап, жиі үйіне жинап, шақырып отыратын. Әкеміз марқұм тірі кезінде барлығымызды кешке жақын самауырын қайнатып, балаларын, немерелерін қарсы алып, сөйтіп отыратын марқұм. Енді міне ағамыздың енді артында қалған ұрпақтары, балалары, немере шөберелер аман болсын. Ағамыздың жолын беріп, мінекей үлкен жасқа келген бәріктеріміз енді ағамызды өте жақсы көрдік, жақсы да көреміз, жақсымен ыңғай айтып жүреміз. Әкеміз пейілі дархан даладай кең, ақ көңіл, жайдары мінезімен көптің көңіл кілтін таба білген парасатты жан еді. Әр түрлі отырыстарда өлең айтып, ортаны көтеріп жүретін. Тіпті кейде той томалақтың тізгінін өз қолыма алып, кештің әдемі өтуіне атсалысатын. Әкеміз ашық, ортаның адам еді. Барлық тума туысымен қоян қолтық араласты. Туған анасының сіңлісі Қадиша Байбол қызын Нағашы апа деп сыйлап, жиі қонаққа шақырып, құрметін білдіретін. Апасы Жамал ерте қайтса да, Әбдуәли жездесі оның балалармен үнемі араласып жүрді. Әкесінің немере інісі Сағади Жашкеновпен де жақсы сыйласты. Өкінішке қарай, Амангелді әкеміздің туған ағасы Сағынай небәрі 25 жасында өмірден озған. Ал қарындасы Галина тыйыштықпен көзі тірісінде араласып құраласып тұрды. Сәлеметсіздер ме, қымбатты қонақтар, қымбатты туыстар. Осы бір жылдық Амантай ағамыздың асқа жиналып жатқан. Мінекей біз бүгін жиналып отырмыз. Біздің әкеміз Қыдыралы, шешеміз Қадиша, мен Мұхит, Ақмарал. Бүгін Амантай ағамызды еске алып отырмыз. Амантай деген ол менің мамамның үлкен апасының 4 баласының бірі.
Сағынай, Амантай, Галя, Ляля. Осы 4 жиендерін мамам шын жүректен жақсы көрген. Ыңғай мамамның қасында жүретін. Біз мінекей жас кезімізден суббота, воскресенье, демалыс сайын осы Амантай, Күлшат, Галя, Ляля, тағы жиендер бар. Қонақ Ағатай, Сара, Балташ, Зукеш, бәрі жиналып біздің үйде отыратын, біздің үйде жүретін. Сонда біз ағаларымызға қарап, сөйтіп өскеміз, солардың тәрбие алдық. Біздің көз алдымызда Амантай мен Күлшаттың 3 баласы өсті. Амантай ағамыз ешқашан біздің есімізден кетпейді, мәңгілік есімізде. Оның қылқы, оның жақсылығы, ақылы бәрі есімізде. Я хотел сказать, что Амантай хоть мой двоюродный брат, но я его всегда считал родным братом. Я часто очень был с этой семьей. Даже с детства помню, вот у меня отложилось до сих пор с детских времен, что когда он пришел с армии, он мне свой бушлат армейский подарил. И я с этим бушлатом с удовольствием бегал на улице. Все мне завидовали, что у меня есть такой армейский бушлат. Может, поэтому я стал после этого военным. Я эту фотографию отправил Гайдару, не знаю, поставить, не поставить, но это детская фотография. Вот это в памяти детства осталось навсегда. Ал енді бүгінгі беріп атқан 1 жылдық астарыңыз қабыл болсын, біздің Амантай ағамыз жаны жанатта болсын, иманды болсын. Айналасындағы жақын жуықтың барлығында іздеп, амандығын біліп отыратын. Осындай табиғаты ерек, жүрегі ізгіге толы, ауыл аймаққа қадірлі жанның ортамыздан мәңгіге кеткеніне әлі де көңіл сенбейді. Орны бөлек, бұл қоғамда салмағы, асыл әке, ол қызының ардағы. Елің үшін маздап тұрар әрдайым, бойыңыздан ізгіліктің шырағы. Әз жаныңыз ақ сүтіндей ананың, пейіліңіз байтағындай даланың, өр кеудеңде жанып тұрар жігер от, төзім, шыдам болып ет қамалың. Тәрбиенің бер басыл тұнығын, ұрпағыңды жақсысыңмен бауладың. Бер бәркес қол үшін ағайынның, жүруші едің, халін сұрап саулығын. Ендестелік мұның бәрі елес күн, жүрегіміздің төрінде нұр елесің. Жадымызда мәңгі әкесімің, сырғытса да уақыт қанша кемесін. Амантай менен бірге тұрғанымызға 58 жыл болды. Сол 58 жыл бір күнде өтті. Сондай біз жақсы татты тұрдық. Амантай ақкөңіл болатұғын, жақсы қайтымы жылдан болатұғын. Біз бірдемеге ренжіссек, 1 сағатқа толмай, сол ақкөңілі қарай, қайтымы жылдан болғаннан кейін, біз тез татуласасымыз. Көпке кетпейтіміздің. Енді мына ана дүниеге кеткені әлі сенбейміз. Енді бізге, конечно, оның жоғы батады, немізге, маңдайымызға жетпейді, орны толмайды. Қазірде балалар бәрі Аташқа қайда, Аташқа қайда дейді. Енді ол Амантай туыстарын, мына қарындастарын, үлкен ағаларын, інілерін, жиендерін жақсы көретін, араласатын, оларға өкпелемейтін. Бірдеме несе қайтымсыз жылдам жүгіріп көріп, амандасып сөйтетін. Бәріне сондай жақсы қарым-қатынасы болатығын. Амантай ағамыз өмірін бақытты толық өткізді деп ойлаймын. Жанында адал жар, мейірімді әйелі болды. Балалары өсіп, өніп, жақсы отбасылық ортада тәрбиеленді. Ағамыз шахтада адал еңбек етті, содан кейін зейнетке шықты. 84 жыл өмір сүріп, немерелерін, шөберелерін көріп, олардың бақытты балашақ шағына куә болды. Жатқан жері
жеңіл болсын, иманды болсын. Нұр жауып тұрған көктемде, гүл тере барсаң бөктерге, қоңыраулатқан аспанды найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанды найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені арманда, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Арманда жаным арманда, жоқ деген сөзге алданба, есіңе мені алғайсың. Әкеміздің өзіндік орны әрдайым байқалып тұрады. Оған деген перзенттік махаббатымыз күн сайын емес, сәт сайын жүрегімізді тербейді. Жақсы әке бадаға 100 жыл азық деген, өнігісі өзгеші, шапағаты мол, өз ортасында баянды беделі бар ардақты азаматтың ғибратты ғұмыр жолы бізге қашан да үлгі, артына қалдырған ізі адастырмас бағдаршам. Асқар тау әкеміздің, сүйікті атамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Пейіште нұры шалқып, артындағы ұрпақтарына өмір берсін.